Достар, бүгін лимон апельсин пирогын дайындайтын боламыз. Ең алғаш мына миксердің табақшасына 750 грамм ұнымызды салып, 15 грамм разрыхлителімізді саламыз. Кейін 375 грамм майымызды салып, миксердің насадкасын қойып, дұрыс араластыратын, қамыр араластыратын, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Миксеріміз араласқанша шекеріміз 225 грамм, қаймағымыз 150 грамм және 5 жұмыртқаның сарысын жақсылап тұрып араластырып, осы қазір дайын болған тестіге қосамыз. Қосып, оның насадкасын ауыстырамыз, миксердің ауыстырып, жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Енді салмасына келетін болсақ, мына жерде лимон, апельсинді жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Одан кейін шекерімізді, крахмалымызды, жүгері крахмалымызды қосып араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа, егер мұздатқышқа жарты сағатқа қойып алғаннан кейін осылай 2 бөлікке бөліп илейміз. Өйткені бірінші бөлік қамырдың астына, екінші бөлік үстіндегі әдемілеуге бәлішімізді кетеді. Осылай жақсылап тұрып илейміз. Бұл песочный тесто болғандықтан жан-жағы тегіс болмайды, бірақ қолымызбен дұрыстап, тегістеп илеп шығамыз. Асықпай дұрыстаймыз, тегістейміз. Өте сондай тесто деген жұмсақ, илеуге ыңғайлы болып келеді. Сондықтан еш қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Одан кейін 4 бұрышты формаға салып, форманы жақсылап тұрып бекітеміз. Жан-жағын қалған тестінің бөліктерімен жан-жағын бортиктерін жасаймыз. Яғни бортиктері салманы салған кезде салма сыртқа төгіліп кетпеу үшін дұрыстап тұрып бекітеміз. Қолымызбен осылай бекітіп шығуға да болады, бірақ кейде жайып, кесіп алып 4 бұрышты қалдырып та тегістеп те солай да істеуге болады. Айырмашылығы жоқ. Мына жерде салмамызды дұрыстап саламыз, жақсылап құйып. Бұл салманы салғаннан кейін апельсин, лимон артық нәрселерін алып тастауға болады. Өйткені ол шаттауға кетіп қалуы мүмкін, блендермен езгенде. Барлығы бірыңғай болу керек. Енді екінші үстіңгі қалдырған бөлігі, екінші тестімізді соны жақсылап тұрып илеп. Бұл да өте жұмсақ илеуге. Илеп болғанша бірінші тестіні еріп кетпеу үшін қайтадан тоңазытқышқа салып қою керек. Илеуге ыңғайлы болу үшін жан-жағын түзеп, ыңғайлап өзімізге келтіріп илеп аламыз. Бұл тесттің ерекшелігі өте сондай піскен кезде жұмсақ, дәмі кәдімгі ауызда еріп кететіндей өте тамаша құрамы тесті. Кеңес беремін, бұл тек осы бәлішке емес, бірінші бәліштерге де пайдалануға болады. Енді дайын болған тестімізді арнайы кескішпен кесеміз. Әртүрлі пышақпен жай кесуге де болады, немесе ерек-ерек осы кескіштерді де пайдаланып кесуге болады. Осындай жолақшалар жасап аламыз. Ол жолақшаларды біз қазір бәлішіміздің үстіне әдемілеуге қолданатын боламыз. Өз еріктеріңіз жолақшаларды әрлеуіңіз, арнайы насадкалерді пайдалануға болады. Осылай бәліштің үстіне қойып, жұмыртқаның сарысымен бәлішімізді сылап шығамыз.